Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жатыс септік тақырыбын бастайтын боламыз. Балалар, сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. 76-шы сабақ жатыс септік. Бүгінгі сабақта жатыс септіктің жалғауларын білетін боласың, және де сөйлемнен жатыс септік жалғаулы сөздерді таба алатын боласың. Олай болса, балалар, 56-шы тапсырма жұмбақты оқып, шешуін тап. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Жұмбақтың жауабы қар екен балалар. Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой, оның жалғауын тап. Бұл сөз қай септікте тұр? Балалар, қарамен жазылған сөз қыста, түбірі қыс, та бізде жатыс септігінің жалғауы болып табылады. Қайда деген сұрақ қойылады. 57-ші тапсырма мақал-мәтелді оқып, жатқа жаз. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Ерлік білекте емес, жүректе. Балалар, бұл жердегі бізде ұяда, ұшқанда, білекте, жүректе деген сөздер жатыс септігінің сөздері екен. Оларға сұрақ қоятын болсақ, ұяда неде, ұшқанда қашан, білекте неде, жүректе неде деген жатыс септігінің сұрақтары қойылады екен. Мінекей балалар, жатыс септігіне жататын сөздердің астын сызып қойдық. Есіңде сақта. Жатыс септігіндегі зат есімдер кімдер, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жатыс септігі атау септігіндегі сөзге та де жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды екенбіз. 58-ші тапсырма мәтінді көшіріп жаз. Арша тасты жерлерде, таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар. Енді балалар, осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Мәтінге ат қой. Мәтінге аршаның пайдасы деп ат қойсақ болады екен. Жатыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықта. Жерлерде, аймақтарда деген сөздер қайда деген сұраққа жауап беріп, пысықтауыш қызметін атқарады. Ал құрамында деген сөзіміз бізде несінде деген сұраққа жауап беріп, толықтауыш қызметін атқарып тұр. 59-шы тапсырма берілген септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыр. Бұларды бір-бірінен қалай айыруға болатыны жөнінде қорытынды жазса. Бұл жерде балалар, батыс септігі бізге кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап береді, ал жалғаулары қа, ке, ға, ке. Жатыс септігі кімге, неде, қайда деген сұраққа жауап береді, ал жалғаулары да де, та де. Балалар, қарап отырсақ, бізде әр септіктің өзінің сұрақтары және де жалғаулары бар екен. Біз бұл септіктерді бір-бірінен осы жалғаулары және де сұрақ қою арқылы айыра алады екенбіз. 60-шы тапсырма сөздерді оқы. Өзен, жайлау, қыс, көген. Осы сөздерге жатыс септік жалғауын жалғап, әрі қайсысымен сөйлем құрап жаз. Олай болса, балалар, біздің құраған сөйлемімізді оқып көрейік. Үлкендерсіз өзенде шомылуға болмайды. Біз жазда жайлауда боламыз. Менің туған күнім қыста болады. Қозы-лақтар көгенде байланып тұр. Сызбаны пайдаланып, бұл сөздердің жатыс септігіндегі сөз екенін дәлелде. Бұл, яғни өзенде деген сөз, жатыс септігі себебі қайда деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. Жайлауда сөзі де тұрлаусыз мүше болады, себебі ол қайда деген сұраққа жауап береді, және де жатыс септігіндегі тұрған сөз болып табылады. Ал қыста деген сөз бізде қашан деген сұраққа жауап беріп, жатыс септігінде тұр, ал тұрлаусыз мүше қызметін атқарады. Бізде соңғы сөз көгенде деген, ол қайда деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр. 61-ші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастырып айт.
Аслан аға екеуміз құстарды жақсы көреміз. Қыста құстар тоңып қалмасын деп, оларға ұя жасап береміз. Қыс бойы күнде ұяға жылы су құйып, жем шашамыз. Құстар да бізге үйреніп қалған. Бізде көре сала сайрап ұшып келеді. Достар, құстарға қамқор болайық. Құстар біздің досымыз. Балалар, мінекей бізге берілген бүгінгі тапсырмаларды біз орындадық. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Олай болса, каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.